Бұл сөздер сізді ойландырады. Адам өмірінде бір сәт болады, ол сәтте сен тоқтайсың. Ойлана бастайсың. Мен кіммін? Қайда бара жатырмын? Не үшін өмір сүріп жүрмін? Деп өз-өзіңе сұрақ қоясың. Көп адамдар өмірді тек ақша табу, жұмыс істеу, күн көру деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде өмір ол одан да терең. Бір адам былай деген екен: адамдардың көбісі өмір сүрмейді, олар тек тіршілік етеді. Ойланып көріңіз, сіз өмір сүріп жүрсіз бе, әлде тек күн өткізіп жүрсіз бе? Таңертең тұрып телефон қарайсыз, күн бойы жұмыс, кешке шаршап үйге келесіз, және солай күндер өтіп жатыр, бірақ бір күні бәрі аяқталады. Сол күні сіз өзіңізге не айтасыз? Мен бақытты өмір сүрдім бе? Әлде мен көп нәрсені жіберіп алдым дейсіз бе? Тағы бір сөз бар. Ең үлкен өкініш жасамаған ісің. Көп адамдар армандайды, бірақ әрекет етпейді. Себебі қорқады. Басқалар не дейді деп қорқады. Сәтсіздіктен қорқады. Бірақ шындық мынада: егер сен тырыспасаң, сен онсыз да жеңілдің. Өмір қысқа. Біз ойлағаннан да қысқа. Кеше ғана бала едік, бүгін есейдік, ертең қарт боламыз. Уақыт ешкімді күтпейді. Тағы бір терең ой. Сенің уақытың шектеулі. Оны басқа біреудің өмірін сүріп өткізбе. Қанша адам өз өмірін емес, басқалардың пікіріне қарап өмір сүріп жүр, киімінде, сөзінде, тіпті армандарында басқа адамдар үшін таңдайды. Бірақ ең маңыздысы, сенің жүрегің не қалайды? Өзіңнен сұра. Мен шын мәнінде не қалаймын? Және сол жолмен жүр. Иә, қиын болады. Иә, түсінбейтін адамдар болады. Бірақ бұл сенің өмірің. Тағы бір сөз. Бақыт сыртта емес, адамның ішінде. Көп адам бақытты ақшада, байлықта, басқа адамдарда деп ойлайды. Бірақ олар қателеседі. Егер сенің ішің тыныш болмаса, ешқандай ақша сені бақытты етпейді. Ал егер жүрегің тыныш болса, қарапайым нәрселердің өзі бақыт сыйлайды. Күннің шығуы, ата-ананың күлкісі, баланың қуанышы, міне нағыз бақыт осында. Тағы бір маңызды ой. Сен өзгермейінше өмірің өзгермейді. Көп адамдар бәрін өзгерткісі келеді, бірақ өздерін өзгерткісі келмейді. Бұл мүмкін емес. Өмір айна сияқты. Сен қандай болсаң, өмірде сондай болады. Жақсылық жасасаң, жақсылық көресің. Жамандық жасасаң, өзіңе қайтып келеді. Сондықтан әрқашан адам болып қал. Тағы бір сөз. Адамның ең үлкен байлығы оның мінезі. Ақша жоғалуы мүмкін, жұмыс кетуі мүмкін, бірақ мінезің сенің шынайы байлығың. Адамдар сені ақшаң үшін емес, мінезің үшін сыйласын. Соңында бір сұрақ. Егер бүгін сенің соңғы күнің болса, сен не істер едің? Осы сұраққа жауап бер және солай өмір сүр. Өйткені өмір бірақ рет беріледі. Оны босқа өткізбе.